Екі аяқтың арланы азаматың, төрт аяқтың тарланы қазанатын. Қазанат пен азамат бірге шапса, бүкіл әлем таниды қазақ атын. Аттан түспе, палуан аттан түспе, арғатаңдай берік бол артқан іске. Қазақтың салт дәстүрі не болады? Қазақтың жігіттері аттан түссе. Бізден бұрын жылқыны бабам мінген, балалары мінерін бабам білген. Жылқы үстінде жігіттер адаспайсың, жылқы білет жолдарды бабам жүрген. Жылқы бауыр, жылқы дос туысқаның, жылқы үстінде жігіттер туыстағың. Төрт түліктің үшеуін ұмытсаң да, ей жігіттер жылқыны ұмытпағың. Жайдақ шапсаң жігіттер жылқы менен, екі шатың терлейді шылқып денең. Күніңді қаратпайды дәрігерге, дәрігердің атасы жылқы деген. Атаң шыққан ұйықтамай түп атаңнан, жылқы мініп бойына қуат алған. 70-тегі атаңның сүт кенжесі, 7 айлық сенбесең сұрапаңнан. Егінсіз өтсең не шара, еш доссыз өтсең не шара, лексуссыз өтсең не шара. Ахан сер айтқан кешегі құлагер жоқ адам бишара. Жылқы малдың патшасы, малдан да қымбат ноқтасы. Қасиетті сол өңір, бұрылса егер атпасы. Атадан мал қалса да, артынан бағып жүресің. Боран күйеге толса да, жігітке жылқы білесің. 1000 ер жылқың болса да, біреуін ғана мінесің. Ей, міне тамаша, әп бәрекелді. Ей, міне, палуан. Өтеш палуан. Инстаграмға жазылыңыздар, достар. Жазылыңыз. Ей, әдемі кетті осымен. Масқара.